Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Арман қияса барады, достар бізді шақырады. Қоңыраулы қаланың көлдіргі тұрғындары шақырады сіздерді қоңыраулар еліне. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады достықпен көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады сіздерді көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қала. Тарақан. Опа, құрбақа, шаян, кепкер тәрізді тұру. Асқына қалды. Бір, ай, ал жарайды. Алдымен түскасы шейін. Фитанан, сылқымдардың тіске басары. Бұл не? Әдемісін ай. Тарақан? Қорқпашы, Фрося. Джингл Ситиде бұрын соңды мұндай жағдай болған емес. Жоқ болған емес. Сен алар емеспін. Мен де біразға дейін сен алмай жүргемін. Морты, мұнандай. Өзі сондай, ол бір... Мұнда не қылып отырмыз? Кеттік, түрін көрейік, қане. Есің дұрыс па? Әлі сонда болса ше. Жасырынып отырса. Ой, қорқам. Кіріп келгенде алдымнан шыға келсе. Қорқынышты болмай қалды. Онда неге қорқуым керек? Өзіне қылған мақұлық. Мұрты соншалықты ұзын ба? Мынадай. Мәссаған. Сақалы ше, аяғы ше, үлкен бе? Қисайған ба? Солай ма? Сонда дене түршігетіндей қисайған, көзіне шашы жалбырап түскен, қолы жоқ, орында темір ілмегі бар құбыжық па сонда? Ай! Қолға түсірсек, әбден зерттейсің ғой. Мәссаған. Өміріңде тарақан көрмеп пе едің? Қалада бұрын соңды тарақан болған емес деп өзің айтқан жоқсың ба? Енді пайда болыпты. Бір ғана тараққан болмаса қайтеміз, қатары көбейсе ше. Үрей тудырма. Біз қарсы тұра аламыз. Біз қарсы тұра аламыз. Хей! Біз дегенің кім? Тарақан аулайтындар. Ау! Набада. Мынау не? Фросяның наны ма? Сонда не дегісі келді? Фрося мұны қалай жейді? Мәсаған, көрсетейін саған. Сенің ме? Жиіркенішті тарақан. Жоқ, де қоймағы жылама. Менің ядайғаны мұнтастай таза бөлмем. Мұртты тарақан. Аулаушылар келді, тырп етпеңдер. Тырп етпеңдер, біз тарақан аулаушымыз. Азық түліктеріңді тықпайыңдар. Саспа, Манюня.
бәрін бақылауда ұстап тұрмын. Таракан аулаушылар сендерді құбыжыққа беріп қойып қарап тұрмайды. Мен иіскеп жұмыс істеймін. Осында болса, оны бірден тауып алам. Периметр бойынша бытырап орналасыңдар. Бауырсаққа тиіспеген, бәрі таза. Сендер мына жердің бәрін... Манюня, алғысыңды жаудырмай қой. Бұл міндетіміз ғой. Қоқым қана қалыпты. Түсінікті болды. Тараканды Фросияның нанына аулайтын болдық. Тағы біреулер. Сонда анық қолға түсіреміз. Енді қашан? Әлі біраз уақыт бар. Торулға тап болады. Отырғанымызға 2 сағат болды. Күн бататын болды. Аулаушының басты қасиеті шыдамдылық. Солай емес пе, Фросия? Аяғым үйіп қалды. Астыртын жұмыс. О, дәмсінай. Көк, саған не болды? Ұста мені, құтқар, көмектес. Құтқар. Ұста! Аулаушылардың түрін. Бедакур, сенің кесіріңнен ол пәледен айырылып қалдық. Құлағыңда тышқан аулайтын қақпан ілініп тұр. Үнемі бүлдіресің де жүресің. Екеуміз серіктеспіз, таракан аулаушылар деп ойлап жүрсем. Сен тараканның не екенін де білмейсің ғой өзің. Бедакуршан, тыңдаш. Жоқ, сөзінің жаны бар. Қолға түсірдік дегенде, мен бәрін білдірдім. Тү, не деген жеркенішті. Тым артық кеттің, енді уайымдайтын болды. Сабасына түскен соң қайтып келеді. Сен кімсің? Көмектесіңдер! Кім бар? Көмектесіңдер! Мұна түріммен есімнен адасып қалармын. Мен бір түс көрдім. Айтсам сенбейсің ғой. Ой, қайдасың? Бұл бітетін әңгіме ме жоқ па? Не? Сенің құрып қойған тұзағыңды айтамын. Анда. Не болды? Анда таракан бар. Соңынан жүгір. Ай, аяғым ай. Арқан, айтпақшы, шыбын-ұрғыш бар ғой. Федюня, аманы сенсің бе? Қайда ол? Бедакурдың үйіне қарай жүгіріп кетті ау деймін. Қазір ойбай салады. Қайда кеттің? Қайда жасырынып қалдың? Эй, тығылмай шық енді. Шырақ. Тар. Құр. Гүл. Қайда кеттің, Шырақ? Шырақ жан. Шырақ жан. Мұнда кенсің ғой, достым. Та қаштың ба? Тыныш отыр деп айттым ғой саған. Әйтпесе құбыжық таракан келеді. Федюня оны қолға түсірмейінше сені еш қайда жібермеймін. Таракан аулаушылар келді. Түрпетпеңдер. Таракан! Қайдағы таракан? Өзің сондайсың. Федюня. Ей, торуылдап отырып қалғансың ба? Тараканды жібер де былай тұр. Шетке шық қане. Федюня, бұл менің досым Шырақ. Оны саған бермеймін. Барда тараканды аулай бер. Далаға шыға алмай қорқып отырмыз. Ол, әне. Бұл жарық қоңыз ғой. Қайдағы жарық қоңыз? Не деген сүйкімді. Шырақ, оған аяғыңды ұстатқызшы. Таракан ба, жарық қоңыз ба, бәрібір емес пе? Қай-қайсысы болсын, жиркенішті ғой. Сүйкімдісін ай. Пути.
Жылдам, бері қараңдар. жүр Федюня. Мәссаған. Не деген әдемі? Тараққан болып көрінгенмен бәрі бірдей тараққан емес. Достар, бір қарағанда біреу жексұрын болып көрінуі мүмкін. Бірақ жақын таныса келе, тәп-тәуір сүйкімді жарын екеніне көзің жетеді. Солай екен. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл. Қоңыраулы қала. Ең әдемі жанға. Жылдамдатыңдар. Ширағырақ қимылдаңдар, достар. Болсаңшы. Қане, аш! Мүмкін емес. Оны табатынымызды біліп едім. Абал. Көне сандық. Көміп қойған соң сырты көрім болып кеткен. Енді қалай деп едім? Менің хабарым жоқ па әлде үйімнің сыртында көне тас сандық қоймасы деген жазу ілеулі тұр ма? Жоқ ау деймін. Ілеу керек пе еді? Жарайды, не бар көрсетіңдер. Түні бойы қаздық. Бұл қазына ғой, нағыз қазына. Бабамның қағаздарының арасынан карта тауып алдым. Мәссаған, шынымен де атам заманнан қалған дүние екен. Мынадай құлыпты өткен ғасырда жасайтын. Арчи, құрал сайман әкел. Бестік. Ғажайып артефакт. Қане, мынау не? Құпия жолдама. Үштік. Нағыз шытырман. Көрсе егер қыз оны қайта келер, ұмыт болған жамандық. Қоя тұрыңдар, достар. Сәл күте тұрсақ қайтеді? Сәл күте тұрайық. О! О, Коперник, көрсең ғой. Ең. Әдемі. Барлықтарың алғыс айтқым келеді. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Алғыс айтам, менің бұл туынды мен үшін жаратылған. Қыздар, менің жақсы жаңалығым бар. Диадеманы Ей! мұражайға қоямыз деп шештік. Мұражай деген бізде атымен жоқ. Денең екеуміз оспен айналысып жатырмыз. Қайдағы мұражай? Не деп кеттіңдер? Мінекей, Мұражайда тұрғаннан гөрі менің басымда әдемі көрінеді. Менің басымда ол маған ғана жарасады. Менің диадемам маған. Қыздар, Менің диадемам. өнер туындысы Менің бәріне диадемам. тиесілі болу керек. Диадеманы мұражайға қоямыз. иә, ашылу ертең. Бәріңді шақырамыз. Бір-бірімен төбелесіп қалама деп қорықтым. Панкратжан, қыздарға диадеманы көрсетпеуіміз керек еді. Одан тездетіп құтылуымыз керек. Сандықта бәрі жазылған ғой. Бедакур, бұл көне артефакт. Одан құтылғанша сенен құтылғаным артық. Сандықтағы жазуды кейін анықтап оқып алам. Мен оның мағынасын ашып оқып алғам. Мағынасын ашып оқып алғам дейді. Әзілді бұлай қоя тұрайық. Диадеманың қауіпсіздік жүйесін ойластыру керек. Қане. Я. Көрсе егер қыз оны қайта келер, ұмыт болған жамандық. Сұмдық масқара! Ого! Әлде түймедейде түйеді етіп жатырмын ба? Бірақ түйсігім, иісшілдігім мені алдаған емес. Оны орнына қайтару керек. Көміп, суға батырып, көзін құрту керек. Айтпат деме, құйрығымды кесіп берейін, бір жағдай болатынын сезем. Олай деуге дәті барды қалайша? Мұражайда тұрады екен алайда, тартып алды қолынан ол қалайша?
тиесілі болу керек болмаған. Күн астындағы күнекей қыздың уысына. Қалайды ол сөгерек дәл бүгін. Менен асқан сұлу жоқ. Күн тез батып түн болар. Құлаққа сырға тағылар. Ыңғайлы шалбар, кимелі оны әрине оңай емес. Тәтті барды қалайша деп айтуға. Мұражайда тұрсын деп, қалай ғана тартып алды. Тиесілі ол маған. Уақыт болды. Немене? Бірінші болып кім жететінін көрейік. Не болып жатыр? Қозғалма. Кәмпит, бедакор. Мұнда не болып жатыр? Қыздар, меніңше бірлесіп әрекет ететін кез келді. Бедакор біліп айтқан сияқты. Сені қалай оқсақ екен? Диоптри 1, жоқ, сүзгі 4, кескін 5, жоқ, линза 8. Қозғарының шоқ жұлдызы. Таптым! Бұлай, көрсе егер қыз оны, қайта келер ұмыт болған жамандық. Бір көрсе егер тағып оны басына, адасады бір күн бой есінен. Тақса егер қатарынан 2 күн өмір бақи ессіз қалар. Бедакур дұрыс айтыпты. Дядыманы бер! Қаш! Жүргізушіні алаңға таңдап катапультаның тетігі қайда. Ол менің дядымым! Қош болыңдар! Айттым ғой, кезек кесіп тағамыз деп. Бірінші кезекте менмін, бірінші кезекте менмін. Қыздар, сендердің мазаларыңды алғым келмейді, бірақ сендердің көмектерің керек сияқты. Қоя тұршы! Кестені мен ойлап таптым. Демек, мен біріншімін. Әліпби бойынша мен біріншімін. К деген Котя. Содан соң барып Манюня. Фрося кетеді. Енді шалт қимыл жасамай, ақырын, бәрін бір мезетте диадеманы жіберіп, мені қолымды ұстаңдар. Қане, міне, көк пембек боп тұр. Қолдарынан келеді. Қане, ақылды, тәртіпті, сабырлы қыздар. Өтінем. Іштегенде жібереміз. Біз шынымен де есен адасқан сияқтымыз. Енді көмектесіңдерші. Бұл сен ойлағаннан әлде қайда қиындау. Қара басты ғана ойлайсыңдар. 2. Қолынан келеді, Котя. Қолынан келеді. Қияли. 3. Стаптарман. Стаптарман. Салмақ ауыр екен.
Ширағырақ қыздар, ширағырақ. Қалай өкінетіндеріңді көрсетсеңдер. Қатты өкінеміз. Әлі сен алар емеспін. Бұл сұмдық болды. Бізді кешірші бедакур. Ай, несін айтасыңдар қыздар? Қаза беріңдер. Осындай жиіркенішті нәрсені қайдан қазып алдық? Қыздар, жалтырағанға құмар ғой. Естерің шықты ғой. Бедакур болмаса, есіме алсам денем түршігет. Ақыр соңында одан өзіміз құтылдық қой. Иә, табандап тұрып алып өтінген соң құтылдыңдар ғой. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл. Қоңыраулы қала. Шаңсорғыш өршеленді. Котя, аш есікті. Котя, іштекеніңді білемін. Іштемеспін. Есікті ашпаса, демек үйде ешкім жоқ деген сөз. Балабақша болды ғой. Котя, саған не болды? Қорқасың ба? Чи! Ой, ой. Ай! Котя? Өзім де солай деп ойлап едім. Жинастыру ойыңа да келмеген. Жинастырайын деп жатқанмын. Тек уәде беріп едің ғой. Содан шаңның арасына былығып отырсың. Мына түріңмен ауру табасың. Не болды? Мұндай халге дейін жеткізбейтін едің ғой. Мұның бәрі өзінен өзі басында мүлде уақытым болмады. Енді неден бастарымды да білмеймін. Иә, бұлай болсын, Котя, бұлай істейік. Мына жерді реттеп алмайынша мені қонаққа шақырушы болма. Мен тек шешуші қадам жасайтын кез келді. Үйді жинастыруға кірісесің бе? Кіріскен болдым. Мұна жерді 100 жеңгелік бір жыл жинаса да бітірмейді. Иә, ойлап таптым. Үлкен балгүлше ме, кәмпит пе бар ма? Оның қажеті қанша? Жарайды. Жасасын сүйкімді, сымбатты әрі ақылды бедакур. Оның барына шүкір деп айтшы. Не ойлап таптың? Алдымен айт. Жасасын сүйкімді, одан әрі не дегенің есімде қалған жоқ. Жарайды, бәрін айттың деп есептейік. Кеттік. Не боп жатыр? Өзіңіз көріңіз, әріптес. Бөтілгені мінсіз өтіп тазалау жұмысы іске қосылды. Бөтілгені мінсіз өтіп тазалау аяқталды. Мінсіз өтіп оралау жұмысы іске қосылды. Мінсіз оралау жұмысы аяқталды. Мұнтаздай тазалау жұмысы іске қосылды. Мұнтаздай тазалау жұмысы аяқталды. Бұл жаңалық қой. Жоқ! Ваня жан, өтінем. Жоқ! Ваня, маған бұл робот ауадай қажет. Мен жыл бойы жаңалық іздеп жүр айналып жүрем. Үй жинастыруға қол тимейді. Мен сен туралы мақала жазамын. Суретіңді бірінші бетке шығарып қоямын, Ваня. Керемет. Жаңағыдай салмақты боп тұр. Қане, дұрыс міне. Тақырыбын қарқынды даму деген осы деп қоямын. Қалай естіледі? Керемет, е? Жоқ! Иә, құлаққа жағымды естіледі, бірақ роботты саған бермеймін. Сұрап әуре болма. Бұл тәжірибелі нұсқа. Оның ақыл ойын іске қосып жіберсең, соң немен аяқталады. Мүлдем белгісіз. Ваня! Саған не керек, бедакур? Қарай көресің. Саған не керек, бедакур деп қояды. Манюняның пеші бұзылып қалды. Атылып кетейін деп тұр. Сен болсаң қол қусырып отырсың. Ой, мен қазір келем. Сау бол. Жарайсың. Біз роботты 1 сағатқа ғана... Ала тұрамыз, әріптес. Ала тұрамыз. Көресің. Робот тонушылардың өмірі соншалықты ауыр екенін білмеппін. Біреу ботқаны аз жеген сияқты ғой.
көмектессең ғой. Саған онсыз да көмектесіп жатырмын. Мына жер қазір жылтырап тұрады. Мұнтазды етіп тазалау жұмысы іске қосылды. Оу, ақырын, ей, ақырын, Мәссаған. Адам сенгісіз. Өмірімде бірінші рет айтырға сөз таппай тұрмын. Мен болмасам қайдар едің? Мұндайды кім ойлап табар еді? Біткен жеріміз осы. Котя, менікі жым болмады. Дос шарт қоймайды. Дос деген жиналып көмекке келеді. Қазір Федюня да келеді. Ваняны ғана таба алмадық. Бұлай болсын, кейін келіңдер ша. Сонда қалай? Жарты сағаттан кейін, не болмаса, ертең. Ыңғайсызданбай-ақ қой. Қазір бәріміз бірлесіп жылдам жинап тастаймыз. Қалайша жылдам жинастырдың? Манюня, Котяны құтқару керек. Сұмдық, масқара деп осын айттың ба? Түк түсінсем бұйырмасын. Мұнтазды ет тазарту жұмысы аяқталды. Бұл не нәрсе? Шейін. Мен бір дыбыс естідім. Мен ғой, оразамды ашқан жоқпын. Таңғасымды ішкен жоқпын. Асқазаным шырқырап тұр. Манюня, кейін қайт. Мәссаған. Ей! Ваня ақыры дегеніне жетті ме? Өз көзіме сенбей тұрмын. Сенің үйіңде бұл қайдан жүр? Олны мен. Мәселе мынада. Асты әзірлей ала ма? Оның қолынан бер келеді. Бағбанның жұмысы іске қосылды. Ваня, данышпан. Оның роботы нағыз ғажайып. Одан сұхбат ала алмайтыным өкінішті. Сұхбатты менен алшы, өтінем. Менен алшы. Бағбанның жұмысы менсіз орындалды. Оған да қандай жұмыс тапсырсам екен? Бедокур жағаласпашы. Кәдімгі темір-терсекке сонша табынып. Бе, Манюня, бүгін бүлдірген тосамын жеп қойыншы. Жей бер ас болсын. Қараңдар. Мынау ас әзірлейтін тетік шығар. Панкрат, сенің телескопыңмен ойнап келейінші. Бара ғой, әрине, ойна. Балалар, мынау не тетік екен? Бұл оның ой өрісі тетігі. Ваня тиіспесін деп жатқан. Неге? Шынымен де неге тиіспеді еді? Бас көрейікші. Жоқ! Ой өріс тетік іске қосылды. Бұған да жеттім ау. Бұдан бұлай бұйрықты өз өзіме беремін. Маған мына ой өрісі ұнап тұрған жоқ. Тазалықты сақта. Қозы қарынды жу. Қане жібер оны. Тосқа кедергіні жою керек. Өтінем. Қозы қарынды жудық енді. Сығармыз. Панкрат, арамыздағы ең ақылсыз сенсің ғой, не істейміз? Қашамыз! Тұра тұрыңдар. Менің қалай қирататынды көрген жоқсыңдар ғой. Түскі ас әзірлеу. Дайындау. Тазалау. Түскі ас. Дайын. Тамақтандыру. Ас дәмді болсын. Еркеншісін-ай. Мен мұны жемеймін. Котя, мұны қалай өшіреміз? Арамыздағы ең ақылды сен деп жүрсем. Котяға көмектесеміз деп өздері жоғалып кеткен несі? Ой, көп. Сен неғып ілініп тұрсың? Дем алып тұрмын. Олай болса мазаңды алмайын. Мені түсіріп алшы. Мазақ ет тұрсың ба? Дем алып тұрым деген жоқсың ба? Егерде мен қалада есінен адасқан робот пайда болып десемше, оған да сенетін бе едің? Мұнда не болған? Бұл Фрося ғой. Мен ұмыттым ғой. Федюня, құтқара гөр. Аңылтыр, мен саған көрсетем. Фрося, мен келе Ұзақ қарында жуу керек. Екінші рет жұма, екінші рет тиісең шыдай алмаспын. Ей, шаң сұрғыш достарыма саусағының ұшымен де тиіспе. Мәз саған. Қане күлімсірей қаңылтыр, сазайыңды та. Баспасөз бостандығы. Міне. Өзіңе де керегі сол.
тамақтандыру. Мұмтаздай. Мында не болып жатыр? Мен сендерге бұл тәжірибелі үлгі деп айттым ғой. Өнер тапқыштардың тілінде тәжірибелі деген сөз қаланың кіл талқан шығаратын құтырған робот дегенді білдіретін қайдан білейік? Біріншіден, бұл құтырған роботты Ванядан ұрла деген ешкім жоқ. Әй, тұра тұрыңдар. Ұрлау мен уақытша ала тұрудың ара жігін айырып тұрған жан бар ма өзі? Соны айтыңдаршы. Екіншіден, жұмыс істеңдер, уақытша алу дейді ғой. Күн батқанша уақыт көп. Робот болса, мына жерді қасқағым сәтте жинастырып қояр еді. Одан да амалдап өзіміз жинастырармыз. Ой өрістетігі іске қосылды. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл.